Бұл Абай Лайф YouTube арнасы, мен Абай Сейфулла. Бүгінгі шығарылымды аптаның ең маңызды жаңалықтарына арнаймыз. Естеріңізге сала кетейін, Абай Лайф YouTube арнасы сіздердің қолдауларыңызбен шығады. Егер де каналға қаржылай қолдау көрсетсем десеңіз, төменде көрсетілген сілтеме немесе экрандағы QR арқылы донат жасай аласыз. Ал біз видеоларымызды сіздер үшін қызығырақ етуге жұмыс істейміз. Бүгін біздің аптаны сараптау үшін парламент мәжілісінің депутаты Ерлан Бияхметұлы Сайыровты шақырдық. Ерлан аға, қош келдіңіз. Армысыздар. Енді бұл аптада да әртүрлі жағдай оқиғалар болды, негізгі жаңалықтар болды, соларға аздап тоқталайық. Негізгі мәселе бұл аптадағы ең үлкен жаңалық деп айтсақ болады. Жақында 46 кеншінің өмірін алып кеткен ArcelorMittal компаниясындағы жағдайлар, осы компанияның кәсіпорынның акционерлерінің өзгеруі, Қазақстанға қайтуы деп айтсақ болады. Енді Қазақстан үкіметі міне көріп отырмыз, 286 миллион долларға сатып алып, оны қазақстандық белгілі олигарх деп айтайық, Андрей Лаврентьевке берді. Ол Қазақстан азаматы ғой. Енді министр Шарлапбаев бастаған келіссөз тобы 3 миллиард доллар сұраған, біз бағасын түсірдік. Одан кейін Қазақстан халқына қорына Лакшми Митталдың 16 миллиард теңге аударттық деп енді бір мақтанғандай айтып келді. Дұрыс келіссөз жасадық деген сияқты. Бұл шын мәнінде мақтанатындай келісім шарт па біз үшін? Енді біріншіден бұл компания Қазақстанның юрисдикциясына өтті. Яғни Қазақстанның заңдарының аясында болады, және ең негізгісі Қазақстанға салық төлейтін болады. Екіншіден, жаңағы өзіңіздің айтып өткен жаңағы өнеркәсіпші Лаврентьев, ол Қазақстанның азаматы. Мынау Қазақстанның өзінің ішкі заңдарымен реттелетін болғандықтан, бұл компанияға мемлекеттің бақылауы күшейеді деген сөз. Және ең негізгісі, мынау осы 28 жылдың ішінде Лакшми Миттал мырза осы кармет комбинатты дамыту үшін көк тиын салмаған. Яғни егер сіз қазір барып көрсеңіз, ол жерде жаңа стол, жаңа орындық, немесе жаңа бір шкафтар да жоқ ол жерде. Бүкіл тапқан тайынғанның барлығын шетелге шығарып отырған. Және тағы бір парадокс бар ол жерде. Бүкіл өнім Қазақстанда емес, ол өнім жаңағы сол Қарағандыда тұрғанның өзінде өнім шетелдің компаниялары арқылы сатылып отырған. Яғни Қазақстанға мүлдемге көк тиын салық төленбеген. Бұл енді әрине көпе көрінеу мемлекетке деген бір көтензорлық болып деп айтуға болады. Сонымен бірге осы компанияға ешкім бас көз болмаған. Өйткені Лакшми Миттал жаңағы ешкімге бағынбайды. Министрлер, облыстың әкімдердің барлығы бұл компанияға кіріп, осы компания салық жүйесі қалай болып жатыр, экология залал қандай, ешкім ешқашан жаңағы белгілі бір бақылау жасай алмаған. Өйткені мемлекеттің басшылығы лобби жасап отырған бұл компания. Сондықтан осындай үлкен сорақылыққа тап болдық. Енді компанияның Қазақстанға қайтуына келетін болсақ, ең бірінші бұл компанияны Қазақстан мемлекеттің юрисдикциясына өтті. Екінші, енді Қазақстан мемлекеттің юрисдикциясына өткендіктен, мынау инвестор осы 2-3 жылдың ішінде 3 миллиард доллар жаңағы ақша құю жөніне өзінде міндеттеме алды. Ол ақша қайда кетеді? Бірінші, ол заводтың өзі өткен ғасырдың 40-50 жылдар салынған. Қазір бір 100 жылға жақындап қалды. Яғни негізінде өндіріс кешенінің өзі қаусап тұр. Екінші, еңбек қауіпсіздігіне мүлдемге ақша бөлінбеген. Қазір, мысалы үшін Европаға барсаңыз, шахталарда немесе өндіріс орындарында қауіпсіздік сақтаудың заманауи технологиясына өтіп кеткен. Ал бұл кәсіпорында сол кездегі жаңағы технология қалып қалған. Соған көңіл бөлу керек. Үшінші, экология. Енді өздеріңіз Теміртау мен Қарағандыға барсаңыз, қардың түсі қара, адамдар ауырады жиі. Міне, егер осы қаржы жаңағы аударылатын болса, онда кәсіпорын біраз жаңарып, ең негізгісі ол жақта адам капиталы өседі деген сөз. Және бұл Лакшми Миттал Қазақстанның подрядчиктеріне көптеген жүздеген миллион теңге қарыз.
Міне осы енді подрядчиктермен жұмыс істеп, Қазақстанның подрядчиктеріне бір жеңілдіктер беріп, немесе ең бір көмектескені сол ақшаларын уақытында төлеп отыру керек. Менің ойымша, міне осындай мәселелер бойынша көптеген Қазақстанның өндірушілеріне, Қазақстанның азаматтарына жеңілдіктер болады. Енді ондаған адам өлді, жыл сайын апаттар жиі болып тұрды. Шын мәнінде адамның өмірі қандай да бір 286 миллион доллармен өлшенбейді ғой. Шын мәнінде соны сатып алу қаншалықты дұрыс? Біз басқалар бізде жолдар болған жоқ па? Оны міндеттеп бізге тегін өткізіп беру деген сияқты. Статидің енді мысалын білесіздер ғой. Біз бірақ жеңіп қалдық. Мынау көтен зорлық жасап, осыдан бір 15 жыл бұрын Молдован бизнесмені статиді Қазақстаннан қуып жіберген. Оның активтерін содан кейін Күлібаев тартып алды деген де сөз бар, бірақ ол сотпен дәлелденбеген. Енді сол стати не істеді қазір? 4 жылдың ішінде Қазақстанда барлық соттарда жеңіп шықты. Бұл мәселе жеңіп шыққан емес, бюджеттен жүздеген миллион доллар кетті сол статимен күресу. Сотқа. Халықаралық соттарда. Халықаралық соттарда. Өйткені Қазақстанның халықаралық сотта өзінің мүдделерін қорғаудың әлі институттары жасалмаған. Сондықтан бүгінгі жағдайда менің ойымша бұл өте оптималды шешім. Енді біріншіден кезінде 250 миллион долларға сатып алынған, қазір 280 миллион долларға сатты. Енді шынын айтқанда қазір доллардың өзінің де құнсыздануы бар. Сондықтан менің ойымша сатып алған мен қазіргі сатып алған баға бір-біріне тепе-тең. Бірақ енді осы 28 жылдың ішінде Лакшми Миттал ондаған миллиард доллар пайда тапты ғой. Қанша тапты, онда есебі бар ма? Кейбіреулер айтады, нақты есебін білмейді, бірақ кейбір сарапшылар айтады, осы 28 жылдың ішінде 20 миллиард доллар пайда тапқан дейді. Міне осы жағынан әрине Қазақстан ұтылды. Назарбаевтарда 50% пакеті болған деген рас па сол? Әлде ол да дәлелденген ба? Дәлелденген жоқ қой. Енді Қазақстан өкіметі бұл компанияны Лакшми Митталдың өзінен тікелей сатып алды. Түсінікті. Ал енді бұл Лакшми Митталдың өзіне ештеме болмайды, ол халықаралық заңдармен қорғалған, оның адамдары да осы Британияның. Бізде енді осы 46 кеншінің өліміне байланысты бірнеше азаматты қамап қойды, сонда қауіпсіздікке жауапты азаматтарды. Бұл осы шетелдік инвесторлардың бір үлкен бір қулығы бар. Бұлар осы техника қауіпсіздігіне қызметіне Қазақстанның азаматтарын қояды. Содан кейін өздері техника қауіпсіздігіне ешқандай қаржы бөлмейді. Және ең аяғында заң бойынша сол Қазақстанның азаматтары кінәлі болады, соларды соттап отырады. Өлгенде Қазақстанның азаматтары, міне қамалып жатқан қазір отырғандарды Қазақстан азаматтары. Ертең олар сотталып кетеді. Кеншінің өліміне байланысты. Ал енді мынау қаспақ жеген құтылып, қаймақ жеген тұтылды деген, қаймақ жеген құтылды деген, осы болады. Енді қазір сол жаңағы индустарға Қазақстан өкіметі бір нәрсе істеуге қауқарсыз айту керек. Олар заңмен қорғалған. Лакшми Митталға біз үстінен арыз түсіре алмаймыз. Ешқандай арыз түсіре алмаймыз. Бұл жердегі мәселе былай, Қазақстанның заңдарына қазір осы ірі мынау адамның өміріне тікелей әсер ететін компанияларда компанияның иелері жауапты деген заңға өзгерістер енгізу қажет. Бұны біз айтып жүрміз. Ал енді мынау 30 жылдың ішінде Қазақстанның заңдары осы олигархтардың мүддесіне қарасты жазылған. Біз қазір тексертіп жатырмыз, еңбек кодексінің ішінде мысалы үшін сол компаниялардың құрылтайшыларына қарсы ештеңе істей алмайсың. Мысалы үшін Екібастұздағы жағдай. Енді ол жердегі тікелей жауапты Клеванов мырза. Ештеңе істей алмайды заң бойынша. Алдыда бір теңгеге сатам ала салыңдар деп кетті. Ол жерде де мысалы үшін олардың мынау кінәсі өте үлкен. Өйткені бұлар пайданы алып, ал зиянды өкіметке өткізіп кетуге әбден дағдыланған.
Иә, енді ArcelorMittalда тек қана адам шығыны емес, экологиялық шығын ғой. Біз енді жыл сайын департаменттер барып тексеріп, бір миллиондаған шығын не жаңағы айыппұлдар салып жүрді. Оларға түк емес, төледі, ары қарай жұмыстарын жалғастыра берді. Ол 1-2 миллион деген олар үшін не? Және ең негізгісі, бұл өте өкінішті жағдай. Мынау Қазақстанның экология қызметтері, Қазақстанның төтенше жағдай қызметтері сол заводтарға мысалы үшін күн бүгін кіріп жұмыс істей алмайды. Оларды мүлдем жолатпайды. Заңдарды солай істеп тастаған. Инвестиция тартамыз деп барлық құқықты бере берген. Құқықты беріп қойған. Ал енді бірде-бір өкілді органның жаңағы сол ірі компанияларға құқы жүрмейді. Бұл тек қана Теміртау емес, Атырауда да солай. Сіз жақында мәселе көтердіңіз ғой деймін, осы NCOC-ға байланысты. North Caspian Operating Company. Экологияға. Caspian. Оларда қазір Атырау қаласында енді мұнайды келіп, мұнайды газдан бөлектендіреді ғой. Міне сол завод қазір Атырау қаласына өте үлкен зиян келтіріп жатыр. Және соны тазалайтын құрылғы қойған, бірақ сол құрылғының өзі Қазақстанның экологиялық нормаларына сәйкес келмейді. Яғни сол бұрынғы жартас сол жартас күйінде қалып отыр. Сондықтан бізге қазір ең негізгісі осы шетелдік ірі инвесторлармен жұмыс істеген кезде Қазақстанның ұлттық мүдделерін қорғаудың жаңа бір әдістерін жасауымыз керек. Мәжіліс бұған қатысты ұсыныстар? Қазір біз енді үкіметке сауалды жолдадық. Ары қарай мынау экологиялық нормалар бойынша жұмыс істейтін боламыз. Енді Арселорға оралсақ, ол енді Қармет бола ма, Арселор бола ма, бас Қазақстан компаниясы болады. Енді Лаврентьевтің алдында қандай міндеттер? Сондағы азаматтардың жалақысын қамтамасыз ету. Бірінші ең негізгі мәселе ол өндірісті модернизация жасау керек. Өзіңіз ойлап қараңызшы, бұл завод осыдан 100 жыл бұрын салынған фактически. Енді ол жердегі бүкіл жаңағы өндірістік орындардың өздері қазір қаусап тұр. Бүкіл мынау тазалағыштардың барлығы ескірген, домна пештерінің барлығы ескірген, қанша жұмыс. Екінші, мынау техника қауіпсіздігі мәселесі. Техника қауіпсіздігі мәселесі Қазақстанда кеңес өкіметі құлағаннан кейін ешқандай жаңартылмаған. Міне ол да жаңа технология, ол да қаржыны талап етеді. Үшінші, енді экология. Яғни мынау газды шығарған кезде оны аяғына дейін тазалайтын құрылғылар керек. Олар өте қымбат тұрады. Міне бүгінгі таңдағы ең негізгі міндеттер осылар. Оның барлығын Назарбаевтар алып келген компаниялар, жаңа ірі шетелдік олигархтардың барлығы. Ол кезде мысалы үшін бүкіл мұнай сферасы, мына бүкіл осы түсті металл, қара металл сферасының барлығы сол кісілердің жұмыстары ғой. Иә. Түсінікті. Енді тек қана бұл зауыттар емес, бізде қазір тағы бір үлкен мәселе, мынау жылу электр орталықтарының барлығының азып тозғанын көріп жатырмыз. Кеше ғана қыс түсіп, барлық өңірлерде аяз басталып еді. Міне бір күннің ішінде 3 жерде апат болды. Ол Екібастұз қаласында қайтадан апат, жаңағы жылу электр Цепногорскте. Үшіншісі міне Ақтауда да осындай оқиға болған. Атырауда су қатып қалған. Алдында ғана үкіметтің мүшелері Скляр бастаған, енді сол куратор ғой жауапты осы салаға. Дайынбыз деген қысқа. Былтырғы жағдай қайталанбайды, халық тоңбайды дегенмен де 2-ақ күннің ішінде сыр беріп қалды. Енді біз қалай қысқа дайынбыз деп қалай айтамыз? Енді қандай оқиғаларға осы қыста дайын болуымыз керек? Қалай өтірік мәлімдеме жасай береді сонда үкіметтер? Сіз білесіз, осыдан бір ай бұрын мен энергетика министріне осы сіздің жауапкершілігіңіз туралы сұрақ қойғам. Ол кісі өзі айтқан, Сатқалиевқа, біз толығымен дайынбыз. Ол айтқан соны. Иә, пленарлық жиналыста елдің журналистердің көзінше мен айттым, сіздер осы мәселені саясаттандырып жібердіңіздер. Сіз энергетика саласының өзінен бұрыннан келе жатқан менеджменттің мүшесісіз. Енді ертең бір жерде бір сызат болатын болса, халықтың ашу ызасына ешқандай шектеу болмайды. Сіздің жауапкершілігіңізді сезінесіз бе деген кезде мен толығымен сезінемін деді. Енді қазір міне өздеріңіз көріп отырсыздар қазіргі жағдайды. Енді қазір бақылап көреміз. Егер мынау Насырға шауып бара жататын болса, онда әрине
парламентке шақырып белгілі бір шараларды талап ететін боламыз. Енді өзіңіз ойлап қараңызшы, қазір Екібастұзға 17 миллиард теңге жұмсалды дейді. 17 миллиард теңгенің жартысын Клебанов төлеген, жартысын өкімет төлеген. Яғни қазір сызат түсіп жататын болса, онда сол ақша қайда кетті деген сұрақ туады. Модернизацияға. Нақты сұрақ қой бұл енді. Қазір Екібастұздың ТЭЦ-інде кім иелік етеді қазір? Қазір сол қалды ғой солар. Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Сол жаңа Клебановтың компаниясы ары қарай жұмыс істеп жатыр. Ол түсінікті. Енді бір қыстың ішінде барлығын үлгермейтін түсінікті. Енді халықтың жағдайы қалай болады деген ғой. Енді Степногорскіге де, Екібастұзға да, басқа да қалаға ешкім қазір гарантия, кепілдік бере алмайды ғой. Халық жылы жаққа көшіп кете алмайды. Халық неге көшу керек? Халық ешқайда көшпейді. Халыққа сол жерде тұруға жағдай жасап беру керек. Яғни тағы сол барлығымыз, егер қазір жағдай қиын болатын болса, барлығымыз барып, сол мәселені оперативті түрде шешудің амалдары мен тәсілдерін жасайтын боламыз. Тіпті отставкалар туралы да әңгіме айтыла бастады. Сол уәде бергендер енді жоқ, енді нақты, мысалы үшін сол жаңағы министр, ол өзі парламентке келіп нақты айтты ғой, біз дайынбыз деді, сақадай саймыз деді былайша айтқан кезде. Мен айттым сол кезде, бірінші аяз түскен күні мәселе шығу ықтимал деп. Сол бірінші аяз түсті, міне қазір шыдап бермеді. Шыдап бермей жатыр. Енді Екібастұздағы немесе басқа да қалалардағы жылу электр орталықтары бар, Теміртаудың өзінде ТЭЦ бар, зауытқа қарасты. Міне енді қазір Лаврентьевке біз ArcelorMittalды, Қарметті толығымен өткізіп бердік қой. Заңды сұрақ туады. Неге осындай ірі корпорацияларды үкімет өзінің қорлар арқылы активтерін басқармайды деген? Не болмаса 50%-ны, 30%-ны неге алмайды? Неге толығымен бере салады? Енді ертеңде олар да өздері заң арқылы өздерін қорғай алады. Тексеруге тек қана сіздер алдында өтініш беру арқылы барасыздар. Қазір Қазақстанның юрисдикциясына өткеннен кейін дегенмен де ол жеке инвестордың 100% бұл компанияны жаңағы мемлекеттің тексеруі жеңілдейді. Бұл жерде мынандай бір сұрақ бар. Егер ол мемлекетке өтетін болса, онда көптеген шығындар мемлекеттің бюджетінен қаржыландыру керек. Ал енді бюджеттің жағдайын өздеріңіз білесіздер. Сондықтан менің ойымша өкімет сондай шешімге барып отыр. Бірақ өкіметтің бақылауын қатайту керек. Содан кейін болашақта осы мынау экономикалық жағдай түзелгеннен кейін осындай ірі стратегиялық нысандарда өкіметтің 33% минимум блокирующий пакет болуы қажет тәрізді. Өйткені өкімет осы нысандардың жұмыс істеп тұруын, сонымен бірге ішінде қандай процестер болып жатыр, соның барлығын бақылауда ұстап отыру қажет. Ол экономикамыз ол жағдайға қашан жетеді? Енді біз қазір өзі мына бір жылдың ішінде қазір үлкен негізінде реформа жүріп жатыр ғой. Қазіргі мынау көптеген процестердің қиын болып жатқан себебі, мысалы үшін мынау жылу энергетика саласында 30 жылдың ішінде ол жақтан тек қана ресурстарды ала берген. Яғни пайданы алып, шығынның барлығын мемлекетке іліп қоюдың жаңағы механизмдері жасалған. Енді міне осы түзеліп бір 2-3 жылдың ішінде бізге осы экономиканы реттеу керек. Ал негізінде қазірден бастап депутаттардың пәрменімен, Аманат партиясының фракциясының пәрменімен қазір заңда бекітілді. Егер де осыдан кейін шетелдің инвесторлар Қазақстанға келетін болса, онда Қазақстанның пайдасы 50%-дан төмен болмау керек. Бұл қазір заң түрінде бекіді. Бұл енді инвесторлармен келіссөз жүргізген кезде бұл ең бірінші басымдық болып табылады. Түсінікті. Жаңа Назарбаевтар туралы айтып қалдық. Осы аптада сіздердің әріптестеріңіз екі бірдей депутат Назарбаевтарға қатысты шулы мәлімдеме жасады. Біріншісі Нартай Аралбайұлы, Назарбаевтың қарындасы Анипа Назарбаеваның және оның адамдарының Алматыда базарда саудагерлерді қанағанын айтты. Тіпті Болат Назарбаевты емес, Анипа Назарбаеваны да
оказывается базары бар екен деген жаңалық шығып, оның адамдарға сатып, барлық вагондарды ешқандай құжатсыз. Екінші мәлімдемені Ермұрат Бапи жасады. Ол Назарбаевтың туыстары, әсіресе мынау Шәріпбаевтар біздегі мұнай газ секторына бақылау жасаған, экономикаға, осы мұнай газ секторына қайта бақылау орнатқысы келеді. Тіпті клептократтар оралып жатыр деген бір дабыл қағатынын айтты. Мұндай айтуға қандай негіз болды? Мәжілістен осындай мәлімдеме жасап, ескерту айтуға? Енді қазір негізгі процесс экономиканы монополиядан тазарту керек. Монополия дегеніміз ол мына экономикаға қан жүгіртпейтін кәдімгі тромб болып табылады. Енді ол монополияның жаңа фамилиясын барлығымыз айтып отырмыз, кім екен. Қай салаға барсаң да жаңа көптеген экономикалық құрылымдардың барлығы сол кісілердің иелігінде. Сондықтан қазір осы экономиканы осы монополиялардан тазарту жөніндегі жұмыс қазір жүріп жатыр. Негізінде мынау ArcelorMittal сатып алудың өзі сондай бір қадам болып табылады. Одан кейін кеше Қазэнерджи деген ірі қауымдастықтан жаңағы басшылық ауысты. Күлібаевтың орнына Мырзағали келді. Міне қазір сондай процесстер жүріп жатыр. Менің ойымша қазір осы экономикада жаңағы мемлекеттің мүддесін арттыру жұмыстары қазір баяу, бірақ жүйелі түрде жүріп жатыр. Жүйелі түрде. Мынау газ секторына қайтадан өздерінің адамдарын қояды екен деген қоюға тырысып жатыр. Қоюға тырысып жатыр деп айтылды. Оны менің біздің әріптесіміз Ермұрат Бапи ағамыз айтты. Оны да қазір прокуратура тексеретін болады. Клептократтар деген бір ұғым айтылды, көп қолданыла бермейді. Бұл шын мәнінде клептократтар дегеніміз билікке жаңағы ықпал жасау, сол арқылы билікті пайдалану арқылы баю, коррупция арқылы. Ол міне коллаборанттар дейді. Мынау енді өкінішке орай 90-шы жылдардың басында мына сол кездегі билеуші топ, енді ол кезде президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болды ғой. Сол кісілер мынау бүкіл көптеген майлы жіліктің майлы жерін, мынау бүкіл жаңағы экономикалық секторлардың көбін әрине өзінің жақын жақпайларына, туыстарына беріп жіберген. Енді қазір осыны тазалау, ол тазалау да оңай емес, өйткені ол заводтар, фабрикалар қазір жұмыс істеп тұр ғой. Ол жерде адамдар жұмыс істеп жатыр. Сондықтан олар налог төлеп отыр, адамдар ол жерден жалақы алып жатыр. Сондықтан бұның барлығын өте бір салиқалы түрде жаңағы ғана заводтардың барлығына ешқандай мынау әсер етпейтін түрде жасау керек. Менің ойымша қазір сондай бір экономикаға зиян тиіп кетпейтіндей бұл процесстер жасаудың бір амалдары қазір қарастырылып жатыр. Сол Назарбаев жақында кітап шығарды, мемуар. Енді тоқал бар екенін, ұлдары бар екенін бірінші рет ашық мойындағаннан кейін шығар, таласып оқитындар табылды. Қазір іздеп жүріп оқиды адамдар. Осы аптада кітаптың екінші бөлімі шығады дегенді де біз естідік. Әлі біріншісін көріп үлгермедік. Сіз оқыдыңыз ба кітапты? Мен интернетте не бар, соны қарап шықтым. Пікіріңіз қандай? Енді өкінішке орай осы 30 жылдың ішінде мен ол адамдарға қатысты емес. Ол мына Қазақстанның саяси жүйесіне қатысты мына 30 жылдың ішінде келесі бір үлкен келеңсіздіктер бар. Бірінші, осы өзіңнің туыстарыңды белді қызметтерге қою. Мынау протекция, саяси тұрғыдағы протекция Қазақстанның саяси жүйесіне өте кері әсер етті. Өйткені саясатта қабілеті бар, халыққа айтары бар, азаматтардың көбі саясаттан шеттелді. Кейбір азаматтар қуылды, кейбір азаматтар жаңағы өмірден кетті. Бұл әрине Қазақстанның саяси жүйесіне үлкен ой сұраған мәселе болды. Екінші, мемлекет болғаннан кейін идеалдар болады ғой. Идеалдар дегеніміз ол адамдардың іс-әрекеті. Енді осы жаңағы осы саясатқа монополия жасау ол біздің еліміздегі саяси мәдениеттің деңгейін түсіріп жіберді. Өйткені саясат дегеніміз ол азаматтардың интеллектуалдық пікір сайысы. Міне осы Қазақстанның саясатының интеллектуалдық деңгейі түсіп кетті. Өйткені пікір сайыс болмай қалды.
Үшінші, мынау мемлекетке риясыз қызмет ету деген бар. Мен әрқашан бір неге келтірем, мысалға келтірем, Уинстон Черчилль. Мынау отставкаға кеткен кезде өмір сүруге жағдай болмайды екен. Содан кейін кітап жазып, статья жазып, сонымен өмір сүреді. Бірақ ол мына Ұлыбританияның ұлы деңгейде жаңағы сақтап қалуына өзінің әсерін тигізді. Мысалы үшін Германияда Отто Бисмарк деген болған. Ол 30 жылдай жаңағы канцлер болды. Ол кісі көк тиын алмаған, бір-ақ рет Вильгельм II король жаңағы риясыз қызмет үшін өзі бір поместьені сыйлаған екен. Одан басқа ештеңе алмаған. Біз мынау мемлекетке, халыққа қызмет ету, міндетті түрде бір заводты жымқырып қою, немесе бюджетке қолды соғып жіберу, немесе айналаларға көмектесу деген сондай бір пікір қалыптасты Қазақстанда. Міне осының барлығы Қазақстанның мемлекеттік мүдделеріне кері әсер етеді. Біздің балаларымызды бұзады. Міне әрине осы біздің мемлекетімізге өте үлкен бір зиян, осы жағынан мен деп ойлаймын. Кітапты оқып шығыңыз. Шынымен біраз Қонаевпен қарым-қатынасы, тәуелсіздіктің басындағы өзінің бір еткен еңбектерін, халықтың алдында бір өзінің бетім ашық болсын деген ойы шығар деген. Бұл жердегі тағы бір мәселе, біз мынау оппозицияға өзіміздің көзқарасымызды өзгертуіміз керек. Енді оппозиция дегеніміз ол жай ғана өзінің пікірі бөлек адамды білдіреді. Ал енді сол 30 жылдың ішінде мысалы үшінгі сол оппозиция болған азаматтар, ол мемлекеттің жауы деген, оларға жаңағы құқық қорғау органдарын жаңағы жүктеп қою мәселесі, оның барлығы дұрыс емес қой. Ол оппозиция дегеніміз оның мынау мемлекетке, елге деген өзінің жеке пікірі болуы мүмкін. Ол өзінің жеке пікірін айтуға құқылы. Дегенмен біз осы соңғы апталарда оппозиция боламын деген азаматтардың бәрін қамап тастадық қой. Біз оппозиция мен саяси экстремизм екеуін шатыстырып алмауымыз керек. Мысалы үшін мен сізге айтайын, міне осы бойынша мен сізге бір нәрсе айтайын. Қазір мына аяққа 4 жылдың ішінде бізде расында да үлкен саяси реформа жүріп жатыр. Қазір мына мәжіліс пен маслихат сайланғаннан кейін аймақтарда біз көп боламыз. Осы маслихаттарға жас, өзінің айтары бар, және жергілікті жердегі бюджетті халықтың мүддесі тұрғысынан кәдімгіше бақылауға қабілетті азаматтар қазір келіп жатыр. Сонымен бірге екінші, мына қазіргі біздің мәжілісте Қазақстанда тіркелген 6 партияның 6-ы да қазір мәжілісте. Бұның барлығы осы саяси реформалардың жүріп жатқандан көрсетеді. Санжар Бұқаевтың партиясын тіркеген жоқ. Бірнеше партияларды бірнеше жылдан бері тіркемей жатыр. Экологиялық партияны тіркей алмай жатыр. Тағы бір азаматтар партия тіркеймін деген тек техникалық жаңа кейбір проблемаларда болуы ықтимал. Менің ойымша қазір қандай да бір азаматтар болатын болса, менің ойымша дәл осы партияға келген кезде мемлекеттік аппарат тарапынан үлкен шектеу бар. Міне республиканы тіркедік, соңғы тіркеген республика ғана шығар, басқа енді бұрынғы Ақжол, ауыл сияқты партиялар бар, сайлау кезінде ғана көрінетін. Ал шын мәнінде менің пікірімше, бұл менің жеке пікірім, сіздікі басқа болуы мүмкін. Дегенмен де партияларды тіркеуге саяси блок қазір қойылып тұр. Мемлекет басшылығының қандай ой бар екенін білмеймін. Шын мәнінде қазір енді бірнеше партия тіркелсе, олар 1-2 жылдан кейін билікке келе салмайды. Оларға күш жинау керек. Неден қорқады деген менде сұрақ бар. Бізге керісінше менің өзім жеке ойым, осы партиялардың болып, олардың жұмыс істегені 15 партия болсын, елге де, мемлекетке де ол пайдалы. Балама ойлары болсын, елді дамытудың экономикалық даму жолының, саяси даму жолының басқа. Мен бұл мәселе бойынша менің ойым, қандай да бір азаматтар егер партия құрамын дейтін болса, онда оларға мүмкіндік жасау керек. Онда тұрған түк жоқ. Бірақ партияны қалыптастырудың өзі де үлкен күш. Бірақ олар қаржыландыратын топтарды бақыласын, ақша көзқарасы. Бірақ ол азаматтар жаңағы заң аясында
өздерінің бүкіл процедуралық моменттерін өтіп тіркеліп жұмыстар істей берсін. Бюджеті ең бастысы ашық болса болды ғой. Шетелден, экстремистік ұйымдардан, басқа да ойы бар азаматтардан ақша алмаса болды. Мен толық келісемін. Елдің ішіндегі байлардан алсын. Тіпті мынау кәсіпкерлер, олигархтардың өздері қаржыландырсын. Абай, мен толық келісемін. Саяси ойлар бар ғой. Мен осыны түсінбеймін дегеннен басқасына мүмкін келісетін шығармын. Ерлан рахмет, келгеніңізге. Аптадағы негізгі жаңалықтар осы болды ғой. Дегенмен де тағы бір мәселе бар. Анау жақында бір тізім тарап кетті. Менің ойымша Қазақстанда бұл мәселе әлі де бар. Бір негізгі мәселеден азаматтардың ойын бұрып әкету махинациясы ма, азаматтардың айка тізімі деген шығып кетті. Мысалға Алматыда енді бір өрт болған кезде шықты. Алматыдағы адамдардың қайтыс болғаны жабылып қалды да, енді осыған тікелей байланыстырып жатыр. Бұл қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Енді құқық қорғау органдарының ғана қолында азаматтардың жеке мәліметтері бар ғой. Басқа азаматтарда жоқ ондай. Мен Facebook әлеуметтік желісінде былай қарап естідім. Бірақ нақты байыбына бармадым, шынымды айтайын. Ол байыбына баратын нәрсе емес қой деймін. Жоқ, шын мәнінде азаматтардың енді жеке өмірі ғой, бірақ жеке мәліметтердің тарап кетуі ол дұрыс емес. Осы мәселе бұл жерде. Құқықтық мәселе осы ғана деп ойлаймын. Қазір мына цифрлық технологиялардың дамуына байланысты қазір біздің кейбір министрлеріміздің жеке мәліметтердің барлығы қазір Ресейдің бір телеграм каналдарында жүр ғой қазір. Сондықтан бұны керісінше құқық қорғау органдары осындай заманда азаматтардың мәліметтерін жаңағы қорғау үшін нақты бір қадамдар. Не болмаса сіз айтып жүрген күнделікте біздің оқушыларымыздың мәліметтері шетел компанияларында. Әрине. Осы күнделік мәселесі шешілді ме, шешілген жоқ па? Қазір бас прокуратура тексеріп жатыр. Тексеріп жатыр, Қазақстанға қайтып басқа компанияларға берілуі мүмкін. Жоқ, ол заң бойынша қазір Қазақстанның басқа да компаниялары жаңағы өздері жұмыс істей алады. Сондықтан бұл жердегі мәселе сол бұрынғы келісімшарт, ол мынау Қазақстанның заңдарына сәйкес келе ме жоқ па деген сұрақ. Не осы сұраққа қазір бас прокуратура қазір тексеріп жатыр. Түсінікті. Рахмет пікір білдіргеніңізге. Бұл Абай Лайф YouTube арнасы. Каналға жазылып пікір білдіруді ұмытпаңыз. Амандықта, саулықта жүздесейік.